бүгінгі мәжіліс депутаты бала күнде кім болуды армандады? Қандай мамандықты игерем деп бала Мен негізі бала кезінде шын арманым журналист болғым келген негізі. Журналистика саласында аз кем қызмет жасадым. Енді арманымды бағындырдым деп ойлаймын, бала кезіндегі арманымды. Иә. Біраз салада жұмыс жасап көрдім. Мұғалімде болдым, спорт саласында федерацияда басқардым, жаңағы мәдени мекемелерде басқардым. Сондықтан енді арманым орындалған шығар деп ойлаймын. Жалпы мен бала күнімде балабақшада мен колхоз бастық деп атап кеткен мені. Колхоз бастық себебі кәдімгідей ішім қампайған, доп-домалақ бала едім. Бәріне тапсырма беріп битіп, бұл колхоз ол кезде Кеңес одағы ең басқарсаң колхозды басқарасын деген дейді. Одан кейін 7-ші класстан бір 10-ші класс, 11-ші классқа дейін мен президент болсам деген арманым болды. Ол кезде енді егемендік алған кезіміз, Назарбаев президент, ол кезде осы президент сияқты жаңа мемлекеттік тәуелсіз Қазақстанның саясатын алып жүрсем деген арман. Одан кейін енді есейдік. Мен алдыма арманды қойып, мақсат қойдым. Мен осы өмір жолымда біріншіден не парламент мәжілісінің депутаты боламын, не жоғарғы соттың судьясы боламын. Күнделікті сол мақсат үшін мақсатқа жету жолында жұмыс істедім. Мен өзім негізі жоспарларым біршама анығы, саясат пен тарихтың айналасы. Сондықтан арманмен жұмыс істедім. Саясатқа айналсам, тарихқа айналсам да бала кезден шежіре жасайтын. Сондықтан тарихшы болуды армандайтын. Бұл өте жақсы сұрақ. Мен енді осы күндері бір кез осы 2024 жылдың жазынан бастап қайтадан қолға алдым кітап оқуды. Енді әдеби кітап деп, сосын жаңа кәсіби кітаптар деп екіге бөлеміз ғой енді. Аласапыранда әйтпесе бала күнімде сонау 90-шы жылдары шықты ғой, мемлекеттік сыйлықты сол кезде алды, сол кезде оқығам. Сол әдеби кітаптардан сол Мұхтар Мағауиннің шығармашылығын қайтадан қолыма алып жатырмын қазір. Бірінші томнан бастап кірістім. Әзірге енді ол әрине біраз уақыт алады. Енді осы жазға дейін барлық көп томдығын тәмамдап шықсам ба деп отырмын. Кітап оқуға қазір балаларымды да кішкене былай тартып отырмын. Себебі өкінішке орай біз кітап оқудан жалыққанбыз. Кітап оқуды тастадық. Кітап оқу цифрлық өмірге YouTube, Instagram, TikTok балаларымыздың санасын алып кетті. Соның кесірінен қазір балаларымыз не оқуда да үлкен жетістікке жетпейді, не ойлау қабілеттілігінде де үлкен өзгерістер орын алып отыр. Жалпы мінез құлқы да өзгеріп отыр балалардың. TikTok, Instagram не де отыр? Roblox дейді, Minecraft дейді ойындарды. Міне сондай мінез құлқы да өзгеріп отыр. Сондықтан да жасөспірім балаларды кітапқа баулауымыз керекпіз. Мен жастайынан Төле би, Қазыбек би, Әйтеке би, шешендік сөздері, Бұқар жыраудың нелері, өлеңдерін, жаңағы Ақтанберді, Шалкиіз, Жиенбет жыраулардың жырауларын, одан кейін барлық әңгімелерді менің 94 жастағы апама күнделікті оқып отыратын. Мен осы 18 жасқа дейін толғанша. Мағауинді оқу керек сөзсіз. Бізге ол жаңа әлемдік деңгейде шықты ма, шықпады ма, ол ондай жылтырауықтың қажеті жоқ. Қазір бізге ұлттық мәселе маңыздырақ. Мағауинді оқыған қазақтың жасы ол ұлтшыл болмауы мүмкін емес. Ұлттық бағытта бір тәрбие алмай шықпауы мүмкін емес деп есептеймін өз басым. Өйткені бала күнімдегі өзімнің жай күйімді айтып отырмын да бұл жерде. Сонымен қатар міндетті түрде кәсіби еңбектерді оқу керек. Мен мысалы үшін үлкен өкініш шығар, енді орыс тілінде қазір кәсіби кітаптарымды оқып жатырмын, өзіме қатысты. Соның ішінде мынау қалай заң жазылу керек деген бағытта бір Ресей ғалымдарының жазған кезінде керемет еңбектері бар. Соларды алып оқып жатқан жайым бар. Ал жастарға айтарым, жаңа Мағауинді оқыса негізі қателеспейді деп ойлаймын өз басым. Санжар Керімбайдың Қаныш және ғылыми майдан, Өзбек әлі және мәдени майдан кітаптары жарық көрді. Енді мен ұсынатын едім Даяғашыны оқуға. Ұларбек Нұрғалымның Даяғашысын тіпті мектеп балаларына оқытуға енгізсе деген өзім ойлаймын. Өйткені бұл біздің ұлттық таным, этнографиялық көзқарас. Жалпы біздің тарихымызды талдау бір бөлек, ерліктерімізді, батырлықтарымызды жырлау бір бөлек. Ұлттық таным, ұлттық көзқарас деген дүниені ішкі жан дүниемізді сипаттайтын кітап осы Даяғашы кітабы деп айтатын едім. Мандаттың аяқталуыма 2,5 жыл бар. 2,5 жылдан кейін халық сен не қалдырдың? Отырдың ғой 5 жыл мәжілісте. Не істедің сен?
халық үшін, мынау ел үшін, мынау халық үшін не істедім дегенде, міне артыңызда мынандай заң қалдырдым. Мынандай заңдарда мынандай ұсыныстарды енгіздім. Мынандай нормаларды қайтарып жібердік. Мынандай тексерісті ашып, мына осынша жерлерді мемлекеттік меншікке қайтардық деген. Сол үшін мен жер аманаты республика жер комиссияның төрағасының орынбасары, осы жылы 12 миллион гектар жалпы қайтарған жер саны 12 миллион гектар жер. Онымен біз тоқтамаймыз. Бір жұмысым депутаттық жұмыс, бір жұмысым жерлерді қайтару. Сондықтан да мен біліп отырмын, 2,5 жылдан кейін керек десеңіз, халық емес, балам сұрайды бір 15-20 жылдан кейін. Пап, сен сонау 25-26 жылдары, 27 жылдары депутат болдың ғой. Сол жылдар осында үлкен өзгерістер болды. Сен айтшы, әке, не істедің сен сонда? Дегенде, мен балама айтуым керекпін. Сен осындай салауатты, мынау жақсы қоғамда азаматтығы дамыған осы жақсы қоғамда өмір сүру үшін, осы жемқорлығы жоқ, мынау халқы өзінің басшысын құрметтей білген, ал үкіметі халық үшін жұмыс істей білген. Осындай мемлекеттіліктің құрылуына бірден бір үлес қосқан мен болатын балам. Міне, осындай заңдарды қалдырдым деп айтуға ар ұятын болатындай, міне қазір жұмыс істеп отырмын. Сондықтан да әрқайсымыз осылай жұмыс істесе, бір нәрсе шығады. Себебі енді өздеріңіз білесіздер, артымда еш нәрсем жоқ, бетіп тіреп тұрған бір аға көке жәкем жоқ. Бар болғаны өзім семьям, бала шағам, анам бар. Сондықтан да жаңағы әрбір жасап жатқан тірлігімізге халықтың сұранысы болады. Сол сұранысқа дайын болуымыз. Халықтың сұранысы бұл Алланың сұранысы.